Опа! 100-дің үстінде өндіреміз. Бізде де жақсы жиһаз жігіттер осыны жақсы сыйлады. Бұл қалдықтар барлығы. Осы 1,45 выбор бар. Қазақстанда бір кісілер заказ бойынша сұрақтарын уточнить етіп. Страшно. Қоса ма? Қоса. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз Бөкеңмен заводтарды аралауға шықтық. Бүгін мебель заводына барамыз. Қыр-сырларын көрсетіп, ішкі кухнясын бәрін көрсетіп, бағаларын бәрін көрсетіп, сапасын бәрін көрсетіп, кімге керек осы видео жіберіңіз, е? Жіберсін ба? Жіберсін. Жіберсін, давайте. Бөкең айтты, жіберіңдер. Жиһаздардың базарына келдік. Түгел зетадағы жиһаздардың зета сияқты енді, бірақ бұдан лучше. Барлық жиһаз сөздерді. Интерьерге нағыз дизайнер, интерьер құрылыс саласында квартира ремонттайтын кісілерге өте қажетті жер екен. Қандай қала? Мынау Қошан қаласы. Қошан қаласы. Жиһазбен танымал ма? Тек-қана жиһазбен. Қошан. Заводтарда, дүкендерді бәрі осы ғой. Қойханаларға керек орындықтар, екелі. Ошақта шетелдіктер үлестіріп жүретін қанжылдар бар ғой. Олар енді страшно. Қоса ма? Қоса. Көзіміз көріп отырмыз ғой ондай. Яғни орыс тілін, ағылшын тілін меңгеріп алған қытайлар шетелдіктерді ертіп алады да. Страшно қоса да, оны ұқпайды өзі. Осы жерде мен зат алған міне. Заводы бар жер ғой, е? Заводы бар, осылардың заводы бар. Мына нәрселерді тасымал қалай болады бұлар, Бөке? Бұны бұлай сөгіледі бұл. Жиналады, аяқтары бөлек, осының беті бөлек кетеді. Мынау енді мынандай орындықта точно тойханаға алады шығар. Тойларға, мынау енді кафе-ресторандарға алады мынандайды. Қазақстанға ол кезде жұқасын шығарғанбыз да мынаны. Ондай жұқалауын. Осындай алтын жалатқан мыналардың себетін өшіп кетпейді. Күйдіріп отырып шығарған ғой. Күйдіріп, да? Бетін талдайтын нәрселерде мынау, осындай қайсы осыған қарап талдайсыз. Осы 1,45 выбор бар. Қалағаныңыз таңдайсыз, заказ бересіз. Завод бағасында сізге шарт береді, жасап береді. Жасалу уақыты қалай мысалы? Жасалу уақыты 30 күн, 35 күн, 40 күн, 45 күн sonra. Қандай затқа байланысты дейсіз ғой? Затымызға байланысты. Алдын ала төлем қанша болу керек? 30%. 30%, дайын болғаннан кейін 30%-ын төлеп отырасыз. Содан кейін зат шығайын деген кезде тағы да 30%-ын төлейсіз. Ең
зат бірақ шығып болғанда ең артынан сол 10%, 100%. Осындай үлкен жұмыстарды заказда тек қана ақшаны заводқа төлеп отырады. Жеке адамға төлеткізбеймін. Яғни заводқа төлеу деген ол счеттан счетқа аудару ғой, заводтың счетына аудару. Ол кезде договордың номері болу керек, договордың тоқтамы болу керек. Сол договор болған арқылы, сол договор арқылы аударады ғой ақшаны. Договор болмаса аударылмайды. Қазір енді бұл завод Бөкейдің алып жұмыс істеген заводы, клиенттер келіп отыр екен, Африкадан ба бір жақтан келіп сөйлесіп отыр, босамай отыр. Қазір босайын дегенше бір жаққа айналып қайтсақ. Кішігірім кафе ресторандарға, интерьерға өте қажетті бір ерекше әйнектер, интерьерге қажетті заттар, өше түрлі ерекше мебельдерде бәрі ерекше екен. 1500 йен. Мына екеуі бірге екен ғой, комплект. 600 йен. Біздің елде қанша теңге екен білмеймін, салыстырып жатқан жоқ, бірақ тоже кішкене ақпарат ретінде бағаларын сұрап кетеміз осылай. Өзін алатын кезде, таза өзін алатын кезде тағы сөйлессең, саудаластырмаған бағасы болып тұр ғой. Әдетте сұрай салған ғана баға болып тұр да, мысалы. Былай қарайды. Барлығы жиһаз, иә? Бірінші қата, екінші қата, анау үшінші қата, төртінші қата, бесінші қата. 3660 йен болды. Бір комплект. Комплект. 10 орындық бір стол. Бір стол. Агерде мындай сөйлесетін болса, тағы да келсеуге болады. Оны біз жай сұрай салдық қой енді. Қанша ұрып жазсаң да шағылмайтын. Шағылмайтын түрі ме? Шағылмайды. Бұл әйнек емес, пластик қой бұл. Пластик, бірақ та оны жерге қанша ұрсаң да сынбайды. Мынаның үстіне шығып бүйтіп ұртсаң да сынбайды. Мен 90 келетін шығам, соның өзін көтеріп жүреді. 100 йеннің үстінде дейді. 100 юанның 7000 теңге? Ары кетсе. Қандай болып тұр ғой? Бірақ мынау деген енді мына жер шағылып кетпесегін біледі, мынау өзі шағылмайды. Осындай рас. Бұл бар ғой негізінде 350 йеннен дейді. 350 йен? Не деген арзан? Мынандай басқа осындайды, басқа немене менде шығаруға болады екен, басқа дизайн. Басқа дизайн шығаруға. Мына жердегі дизайндердің өзі кәдімгідей әдемі ғой. Арзаны 4900, арзан кожадан істеген кезде, қымбат кожадан істесе 6900 йен. Опа! Өте жұмсақ, өте керемет. Ана жерде кнопкасы бар екен. Басқан кезде бұлай шығарды ол. Опа! Зарядтайтын. 2900 дейді. Осымен қосқанда ма? Иә. Осымен қосқанда, иә? Комплект, иә? Круто. Но примерно 3 метр, 4 метр, 5 метр шыға ма? 4,5 метр, 5 метр dey ғой, примерно. Мына жақта еще андай бұл. Уголок. Үйдің угологы, үйге қойып қойғанға. Үйдегі дивандар. Жақсысы дейді. Тек қана разницасы терісінде ғана ма? Біреуде шеттен кірген таза тері бар дейді да, сиырдың. Ал осы жақтан істелген тері бар дейді да, мысалы. Шеттен кірген тері біраз қымбаттау жүреді дейді. Бұл бағалар әлі еще саудаласылмаған баға ғой.
Мыналарын бөлек жасап алатын да. Мыналарын бәрін бөлек жасап алатын, сосын корпусына байлайды. Ар жақта тігін машинасы. Шикізаттар, поролон секілді заттарын тоже бізде жиһаз жасайтындарға табуға бола ма арзан бағада? Болады. Негізі осылардан да ала беруге де болады. Осылардан да ала беруге. Бұлар енді бұл бір жерден алып отыр ғой бұлар. Бұлар да бір жерден алып отыр. Кейбір нәрселердің өздерінің таныстары осындай заттарды өндіреді. Өздерінің таныстары бар. Жұмыстары сондай болады. Мынаны кеседі дегенде. Поролон кесетін жер. Қалдықтар барлығы. Действительно қалдықтарын бұны алып кетіп қайтадан өңдей ме? Қайтадан жасап шығарады. Мысалы, орындықтан қанша күнде қанша өндіреді? Бір күнде негізді анандай темір орындықтан 100-дің үстінде өндіреміз дейді. Üstölden orunduktan 100 anadan 100 öndürerek tozdan 100 Tamam, üstölden mi? Gününde. Мықты жұмыс өнімділігі өте жоғары деңгейде. Риза болу керек, мойындау керек. Кейбір кездерде мынандай өшірет болып қалады да міне. Мына орындық біреу 160-тан екен. Біреу 160, мынау 400. Анау 480-дігі бар екен, 550-дігі бар екен. Екі түрлі. Осы тұрған жерден қазір Қазақстанда бір кісілер заказ бойынша сұрақтарын уточнить етіп сұрап жатыр. Жауап беріп жатырмыз бүкең. Көп мемлекет дейді. Ең көп болатын қайсысы? Африка жақта жаман болып кетеді. Арзандау дейді да, сол үшін Африка жақта кетеді. Пакистандаға да кетеді дейді. Еуропа жаққа бәріне кетеді. Кемінде қанша сонда бір заказ беретін болса, кемінде бір фуралап заказ беру керек па? Кейбір клиенттер, көп шетелдің клиенттері келеді, сырттан өздерінің дизайнерін алып келеді, соны сол бетін істеп береміз. Қандай болса сондай қаратып істейді. Мына заводымыз осымен 20 жылға таяу тарихы бар завод. Енді алып батқан бір керемет үлкен оборудованиялар, үлкен құрылғылар көрген жоқ, үлкен қиын жұмыстар көрген жоқ. В принципе, бізде де жиһаз жігіттер осыны жақсы сыйлап, жетілдірсе жұмыстарында, үлкен объемдармен деген сияқты. Бұл жерде енді арзан болып тұр ғой.
бұл жерде арзан, еще сапалы, сапасы соответствующий, жылдам деген сияқты. И жолмен қосқан кезде де даже бізден кейбір заттар арзан болып қалуы мүмкін. Берді бір африкалық, енді бір африкалық $250 мың заказын берді. Африка қатты алатын болып тұр ғой. Африка жаққа, Ауғанстан, Пакистан, Дубайға да шығарады. Осындай аула көріп жатсаңыз, жай менсінбей қарамаңыз. Себебі бұндай кішігірім ауланың ішінде әлемнің түкпір-түкпіріне зат жіберіп жатқан болуы мүмкін жасап. Вот мына жер жиһаз зауыты. Сыртынан қарасаң олай деп ойламайсың, бірақ неки барлығы компанияның аты бәрі жазылып тұр. Бүкіл әлем түкпір-түкпіріне жиһаз дайындап, өте тиімді бағада, сапасы жақсы деңгейде жасап жүріп жатыр. Дәл қазір түскі үзіліс уақыты, демалыс. Біраз уақыттан кейін сағат 2-ден бастап мына жерде прям шум басталады. Үлкен жұмыс басталады. И сағат кешкі 7-8-ге дейін жалғасады ол жұмыс. Арнайы супермаркеттерге метр қанша. Ресейге тікелей шығаруға мүмкіндік болмай жатыр дейді. Біз жарты сағатта мынау -40 градусқа шығару керек қазір. Сусындар нелер тұрады ғой, тәттілер тұрады. Анан енді тамаққа қалсаң өзгертеміз дейді баяғы. Реалға да сіздерге зат беруге дайын деген сөз. 40 минутта -40-қа шығара ма?